Сәлем достар, Дастархан каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жылқы етінен дайындалатын тай етінің рецептісімен бөлісемін. Менің каналыма жазылып, видеоны аяғына дейін көрулеріңізді сұраймын. Етімізді жақсылап жуып, жапырақтап, жұқалап тураймыз. Еттің тез әрі жұмсақ болып пісуі үшін етті маринадтаймыз. Маринадымызға соя соусын, зәйтүн майы, кептірілген аскөктер, тұз және күнжіт қосамыз. Жақсылап араластырып, 1 сағатқа немесе 1 түнге тоңазытқышқа қойып қоямыз. Көкөністерімізді турап дайындап аламыз. Барлығын видеодағыдай етіп, ірі-ірі етіп тураймыз. Күрішімізді алдын ала жуып, 10-15 минутқа кептіріп қоямыз. Табамызға сұйық майды құямыз. Қызып тұрған майға маринадталған етімізді саламыз. Астын қатты отқа қойып, етті жақсылап қуырамыз. Еттің осындай соғы шығады. Содан соң жуамен қызанақты салып қуырамыз. Астын жай отқа қойып, 15 минут, 20 минут бұқтырамыз. Енді күрішімізді дайындаймыз. Табаға кішкене сұйық май құйып, қыздырып, кеуіп тұрған күрішімізді салып, кішкене тұз салып, жақсылап 2-3 минут қуырамыз. Міндетті түрде қайнаған су құямыз. Су құйғанда өте қатты пышырлайды, сондықтан абай болыңыздар. Астын жай отқа қойып, бетін жабамыз. Етімізді 15 минут бұқтырған соң, сәбіз салып, тағы 3-5 минут жақсылап қуырамыз. Содан соң, болгар бұрышы мен қиярды салып, тағы 2 минут қуырамыз. Қияр қатты езіліп кетпеу керек. Күрішіміз дайын болды. Шашыраңқы болып әдемі болып піскен. Кесемізді кішкене сулап, осылайынан тарелкаға саламыз. Жылқы етінен дайындалған дәмді әрі жұмсақ тай еті дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.